Ертеде торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі бірігіп егін егіпті. Тышқан жерді аяғымен қазып, торғай болса тұмсығымен шоқып дән сеуіпті. Екеуінің бағына қарай егіндері өте көп шығыпты. Торғай мен тышқан бітік өскен бидайды жинап алып, тең бөлісе бастапты. Мынау саған, ал мынау маған деп екеуі теңдей бөлісіп отырған кезінде бір бидайданы артылып қалыпты. Соны бөлісе алмай ақыры жанжал басталады. Торғай тұмсығымен шоқып, тышқан тырнағымен тырналай осқылап, бір-бірімен ұзақ төбелеседі. Маңайды арашалайтын ешкім болмаған соң, бір кезде шаршап екеуі де тоқтайды. Ақыры өздерінің билеріне барып, жүгінбек болып келіседі. Алдымен екеуі тышқандар биіне келеді. Тышқандар биі былай дейді: бұл бидайды тышқан алуға тиіс. Өйткені тышқанның күші көп. Ол тырнағымен жер тырмалап, ұртымен бидай септі дейді. Бұл шешімге торғай келіспепті. Екеуі жүріп отырып, торғайлар биіне келеді. Торғайлар биі былай дейді: бұл бидай торғайдікі. Себебі торғай егінге түскен барлық құртты жеп, күнде үстінен ұшып жүріп егінді күзеткен деп жауап қатады. Бірақ бұл шешімге тышқан келіспейді. Екеуі бидің шешіміне келісе алмаған соң, торғай мен тышқан далада қой бағып жүрген бір қарияға барады. Ал қойшы қария екеуінің сөзін әбден тыңдап болған соң, дәнді алып екеуіне теңдей бөліп береді. Қойшы қарияның ісіне торғайлар мен тышқандар разы болып, өз жөндеріне кете барады. Осымен ертегі аяқталды. Ертегім ұнаса, каналыма тіркеліп, комментария жазып, лайк басып кетіңіздер.